Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Ал бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді болатын ыстық тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бір дана пиязды осылайынан чұқа етіп турап алу қажет. Сковородкаға 70 мг өсімдік майын құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуыру қажет. 500 грамм сиыр етін видеода көрсетілгендей етіп турап алу қажет, сосын оны жақсылап жуамыз. Пияздың үстіне туралған етімізді салып, шамамен 5-6 минут қуырамыз. Үлкенірек бір дана сәбізді алып, үккіштен өткізіп, жаңағы қуырылған етіміздің үстіне салып, тағы да 2 минут қуыру қажет. Асымызға 2 ас қасық қызанақ пастасын және қалауыңызға қарай қара бұрыш салуға болады. Асымыз қуырылып болғаннан кейін шамамен 1 литрден көбірек етіп су құямыз. Сөйтіп жарты ас қасық тұз салып, қалауыңызға қарай лавр жапырағын салсаңыз болады. Сковородканың қақпағын жауып, баяу отта шамамен 1 сағат көлемінде еті піскенге дейін қайнатамыз. Подливкамыз қою болу үшін ыдысымызға 2 ас қасық ұн салып, үстінен салқын су құямыз да вилканың немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластыруымыз қажет. Дайындап алған сұйықтығымызды подливкамызға құямыз да, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отта шамамен 30 минут қайнатамыз. Ал енді пюре дайындайтын боламыз. Ол үшін картопты жұқа етіп турап алып, ыдысымызға саламыз. Жарты ас қасық тұз салып, су құю қажет. Картопты баяу отта шамамен 20-30 минут аралығында қайнатамыз. Егер суы көп болып жатса, осылайынан суын алып тастауымыз қажет. Картопты толкушканың көмегімен жақсылап еземіз. Мен пюреге ешқандай сүт те, майда қоспаймын. Подливті салғанның өзінен ақ асымыз дәмді болып шығады.